30 мыңға жуық маманға жұмыс дайын тұр, бірақ маман жоқ. Колледждер не істеп жатыр сонда? Да, НИТ жастарындағы адамдар бар, мен қатты жұмыс жасағым келіп тұрған жоқ. Неге үкімет тарапынан ғана көтеріліп, неге бизнес тарапынан көтерілмейді? Тұр хабарландыру, ешкім бармайды жұмысқа. Жай ғана қағаз күйінде қалған зат емес. Айтыңыз, проблеманы ашық айтыңыз. Мынау бұл жерін тұрғысы келмейді. Ақшасын жай ғана жинап отыра бергісі келеді. Қаржылық мотивация да жоқ. Токурдың сол кездегі жалақысы 25 мың теңге. 230 мамандық бойынша оқытамыз, 600-ге жоқ біліктілік бар. Жақсы, бір портал бар ма? Карта типо деген бар. Карта типо? ТЖКБ картасы, кәсіп-техникалық білім беру жүйесінің картасы. Бұл жалақысы да әсер етуі мүмкін. Бизнес пен білім саласы бірлесіп, бағдарламалар жасайды. Егер осындай бизнеспен бірігіп жасасаңыздар, нәтиже болу керек қой. Өз ісінің майталманы болса, белгілі бір биіктікке жетеді. Ассалаумағалейкум, қымбатты көрермен, эфирде баптаймызды бастаймыз. Енді бастамас бұрын сіздерден өтініп сұрайтынымыз, біздің парақшамызға жазылыңыздар, бөлісіңіздер сұхбатымызды. Студиямыздың бүгінгі қонағы. Негізі білетін шығарсыздар, биыл жұмысшы мамандар жылы, мамандық жылы жұмысшы мамандар. Бізде көбінесе азаматтардың барлығы әкім болғысы келеді, депутат болғысы келеді, министр болғысы келеді. Ал кім жұмысшы маман болғысы келеді деген тақырыпты бүгін талқылағымыз келіп отыр. Сол үшін студиямызға қонаққа Талап ұйымының президенті Санжар Тәтібековті шақырып отырмыз. Сәке, қош келдіңіз. Қайырлы күн. Алдымен енді жұмысшы мамандыққа сіздердің қандай қатысыңыз бар деп сұрауы мүмкін көрермен. Сондықтан Талап ұйымы немен айналысады, осыны бір талқылап түсіндіріп берсеңіз. Талап ұйымы бұл оқу ағарту министрлігіне қарасты ұйым. Біздің басты мақсатымыз енді қарапайым тілмен айтқанда колледждерге әдістемелік, әдіснамалық көмек көрсету, қолдау көрсету. Енді оның ішінде педагогтердің біліктілікті арттыру курстары да бар, арнайы пән педагогтерінің. Сонымен қатар мынау үлкен Орскис деген чемпионат бар әлемде. Бұл жұмысшы мамандардың бір олимпиадасы десек те болады. Сондай бір ұйымның Қазақстандағы, былай қарасаңыз, өкілеттілігі бізде. Біз күні кеше ғана Европа адамдар жібердік. 7 медальон алды. Ол 7 медальон дегеніміз еуропалық деңгейде қазақтың жастарының өзінің кәсіби шеберлігін дәлелдегені. Сонымен қатар біздің тағы шұғылданатын бұл кәсіп-техникалық білім беру жүйесінің бастысы бұл мазмұныменен бағдарламасымен жұмыс жасау. Яғни осы уақытқа шейін айтып жүрміз, білім беру жүйесіндегі біздің кәсіп-техникалық білім берудің басты ерекшелігі практикаға негізделгені. Осы ретте мынау білім беру бағдарламаларында қандай жаңашылықтар қалай жасап жатыр? Әрине колледждер академиялық дербестік. Академиялық дербестік деген ол жұмыс берушіменен бірігіп отырып өз бағдарламасын жасай алады. Яғни мемлекеттен бір бұрынғы жақта бір типтік шаблон болатын, осыдан аспауыңыз керек деген дүние болатын. Қазір оның барлығы алып тасталғаннан кейін, осы президентіміз тапсырмасынан кейін бір өзінің несінде айтып еді, жиынында şu академиялық дербестік кеңесінде әрине сол колледждерге де еніп жұмыс жасалып жатыр. Яғни бірақ дегенмен де колледждер өз өтімен жұмыс жасап кетпешін. Білім беру бағдарламаларында бір сырттай жүйелі түрде қарау үшін, әрине бұл реестр деген бар. Сол реестрде біз мардымдап қарап отырмыз. Тағысында басқа бағыттарымыз бар. Ол енді осы әлеуметтік серіктестермен колледждердің жұмысын араларында дәнекер болу, сонымен қатар белгілі бір зерттеулер жасап, анализдер жасап, соны біздің колледждерімізге енгізіп беру. Енді негізгі аудиториямыз біздің колледждер ғой. Колледждермен тығыз қарым-қатынас жұмыс жасап, оларға мардымды ақпарат беріп отырып, сапасын арттыруға көп біз пәрмен беруіміз керек. Онда былай қарасаңыз, жұмысшы мамандар жылында колледждердің қандай қатысы бар деген сұрақ. Солай емес пе? Иә, дұрыс. Жұмысшы мамандарға колледждердің қандай қатысы бар? Өйткені бізде колледждер жұмысшы мамандарды даярлайды. Осы жағына тоқталып өтсеңіз. Енді қазіргі таңда әлемдік деңгейдегі сын қатерлер дейміз. Сын қатерлерінің ең бір тек қана Қазақстан емес, әлемдегі бір проблема сапалы кадрлардың болуы. Енді күнделікті жарық пен энергетикамыз, электріміз қамтамасыз етпесе,
наубайшыларымыз күнделікті сөрелерге нандарды алып келіп бермесе, жасап бермесе, күнделікті өмірде сантехниктарымыз белгілі бір осы сантехникалық түйіндерді жөндеп бермесе, олар жасанды интеллект жұмыс беруш, сонымен қатар мысалға машиналарымыз бар. Машиналарымызды біреу жөндеп бермесе, автосервис жөндеп бермесе, әрине біздің қоғамда белгілі бір тежеу пайда болады. Өздеріңіз онда көресіздер. Мысалы, қытайлық машиналар көбейіп кетті, қазір таңда сатылымда көп екен, оны кім жөндейді? Оны қалай жүзеге асырамыз? Әрине техника мен технология орында тұрмағаннан кейін оны кадрлар даярлайды. Белгілі бір адам жұмыс жасайды. Сондықтан да ол біз үшін ол кадр. Яғни наубайшымыз да, электригіміз да, электромонтеріміз да барлығы бұлар кадр. Бірақ сол кадрлар сапалы дағдыменен, машықпенен, білімменен емдену үшін бізде сапалы түрде дайындауымыз керек. Енді көптеген кертартпа сөздер айтылады, дұрыс дайындалмай жатыр, былай болмай жатыр деген сияқты. Ол бизнес тарапынан да кейбірде болып жатады. Бірақ бизнес өкілі ғой енді. Колледждер бірігіп жұмыс жасалмаса, оның сапасы үнемі төмен деңгейде болады. Сондықтан да бизнесте, колледжде, ортада бірге бірлесіп жұмыс жасаса, онда сапасы өседі. Яғни айтпағым, мысал келтіре кетейік, белгілі бір жұмыс орынға барасыз. Жұмыс орынға барсаң, біз колледждерде кадрлар даярлап береміз. Енді электромонтер жұмысқа барса, айтады, мынандай бізде бір бағдарлама шығып еді. Программист болу керек, былай қарасың да, мынаны да жасап берсеңіз. Енді ана айтады, мен бұны білмеймін ғой. Қалай сіз білмейсіз? Европа елдерін саралап шығып ем, сараптап ем, анализ жасап ем, Европада соны электромонтер жасайды екен ғой дейді. Яғни айтпағым, сондай жаңашылдықтардың бар, өзгерістердің бәрін біз үнемі біліп отырып, балаларға үйретіп отыруымыз керек. Мысалға, осы ұлттық әлемдік экономикалық форумның есебінде де айтылған 2030 жылға шейін жасанды интеллекттің әсерінен, роботизация, роботтандырудың әсерінен, автоматтандырудың әсерінен біздегі жұмыс берушілердің еңбек функциясы өзгереді дейді. Яғни белгілермен жұмыс беруші болатын болсам, бәрі еніп жатыр ғой. Енді жаңа сіз айтқандай кейбір еңбек функцияларына өзгерсеңіз, оны жандандыру, оңтайландыруға болады. Яғни қарайды да, мен енді мен жұмыскер мынаны білу керек болатын болса, онда не істейміз? Мысалға, қарапайым тілде айтатын болсақ, мен үлкен бір наубайханам болатын болса, бір абстрактты мнение сияқты, мен жұмысқа қолмен жақсы пісіре алатын адамды аламын, бірақ маған заказ түседі, қоғамның заказ тарапынан айтады, мынау немен белгілі бір компьютерменен дәнекерленіп жасалған не бар ма, торт бар ма дейді. Естественно, мен жұмыс берушісінде ол не торт деп сұрауым да мүмкін. Ол интернеттен көріп алуы мүмкін. Ол қарап алуы мүмкін. Енді мен осылай жіктеп берем, составы мындай. Соны сіздер мен көріп едім, сөйтіп пісіре аласыздар ма сіздер деуі мүмкін. Бір лайфхак ретінде, бір жаңашылдық ретінде. Сосын мен наубайханасы ретінде іздеймін, оказывается, мынандай компьютерда составын береді екенмін. Соны белгілі бір робот оның барлығын алып, араластырып, өзі сосын бір белгілі бір құрылғыменен оның бәрін составын қойып шығады екен. Сонымен қатар өзі апарып торт қылып пісіріп береді екен. Яғни қоғам соны талап етуі мүмкін. Мен жаңашыл жұмыскер ретінде мен оны істей алуым керек. Өйткені келешекте менің тапсырысым көбеюі мүмкін. Ал енді оны жасай алатын оған адам керек болуы мүмкін. Яғни қазіргі таңдағы наубайханашы тек қана қолмен емес, енді компьютермен де жалпы осы құрылымын анықтап, белгілі бір тағамның соны жасап берсе дегендей. Енді былай қарасаң, сізбен бізге бір абстрактный қолмен де жасап көруге. Яғни қазіргі таңдағы мен айтқым келіп отырған бір түйін, қазіргі таңдағы жұмыс беруші белгілі бір арнайы киімді киіп алып қолмен жұмыс жасау емес. Бұл инженерлік ойлауды қажет ететін үлкен жұмыс иесі.
Өте жақсы айттыңыз. Мысалға бізде жұмысшы маман деген кезде бірден қара жұмыс істейтін адамдар елестейді ғой көз алдымызға. Солай емес пе? Иә. Бірақ енді қазіргі заман талабына сай жұмысшы мамандарымызды ондай қара жұмысшы деп айтуға болмайды дегіңіз келіп отыр ғой. Иә. Инженер ретінде, технолог ретінде жаңашылдыққа жаны бейім деген сияқты, иә. Енді қараңыз, олай болса бізде ең көп маман тапшы дәл осы жұмысшы мамандар. Қызығы сол. Құрылыс және сумен жабдықтауда 17 мың маман жетіспейді. Өңдеу өнеркәсібі, біз ылғи айтамыз, өңдеу өнеркәсібін дамытуымыз керек, өсіруіміз керек дейміз, оған 7 мыңға тарта маман жетіспейді бізде. Тұр хабарландыру, ешкім бармайды жұмысқа. Металлургия және тау-кен өндірісінде 4600 маман жетіспейді. 30 мыңға жуық маманға жұмыс дайын тұр, бірақ маман жоқ. Колледждер не істеп жатыр сонда? Бізде бұл сұрақ қойып отырған себебім, сіздер мысалға айтасыздар, қанша бағдарлама әзірледіңіздер? Қателеспесем, 8 мыңға тарта бағдарлама бар екен. Талап ұйымының мәліметінше, кәсіптік техникалық білім беру жүйесінде. Енді соның 6 мыңы бизнес өкілдерімен бірлесе жасалыпты. Иә. Бизнес пен білім саласы бірлесіп, бағдарламалар жасайды, әзірлейді, қаншама күшті бастамалар көтереді. Бірақ келіп жатқан адам жоқ, маман жоқ деген сұрақ. Егер осындай бизнеспен бірігіп жасасаңыздар, нәтиже болу керек қой. Дұрыс. Сұрақ дұрыс па? Дұрыс. Әлде адам бармай жатыр ма? Барған адамдар дұрыс маман болмай жатыр ма? Енді қараңыз, егер де бизнес өкілдері айтатын болса, міне адамың келіп жатыр, бірақ 100 адам келетін болса, соның 90-ы сапасыз болды десе, ол сұрақ бізге. Жалпы кәсіп техникалық білім беру жүйесіне, колледждерге, кешірім өтінем, біз белгілі бір траекторияны жасадық. Яғни жаңа білім беру бағдарламалары жай ғана қағаз күйінде қалған зат емес. Ол сол жұмыс беруші өзі әзірлеп, соны өзі жұмысқа шақырып отыр. Әрине, сіздің сұрағыңыз өзекті, бірақ кейде жастарымыз бармай жатады. Айтыңыз, проблеманы ашық айтыңыз. Жастар бармай жатады емес, бармай жатыр. Бармай жатады. Енді бұл жерде мүмкін мынау баяғы бір конституциялық тұрғыдан айтатын болсақ, біз енді олардың барлығында заставлять ете алмаймыз ғой. Барыңдар сендер. Мүмкін советті жүйесін айтты демеңіздер, бірақ дегенмен де советтік жүйеде перераспределение деген болатын. Бөліп тарату. Мысалға мен 6 дәнекерлін дайындасам, соның барлығы осы өндіріс орнына бару керек деген. Бірақ бұның бір қиындығы бар. Неліктен? Бізде қазіргі таңда нарықтық экономика. Ол кезде жоспарлы экономика болу, жоспар бойынша міне мынау салынады, осыған адам келіңдер. Енді сіз жалпы статистиканы айтасыз, енді сіз көбіне бір ірі бизнес өкілдерінен де сұраңызшы, ірі бизнес өкілдері ондай тапшылық тақ болатын болса, олар неге мына колледжға заявка жасап едік 100 адамды. Бірақ маған бермей отыр десе, тағы да сұрақ бізге. Неге ол бермей отыр, ол неге бармай отыр, ол неге байланысқа түспей отыр? Мына RG болсын, жаңағы Қазақмыс болсын, BI Group болсын, Байыз болсын, олар ірі компаниялар, оларға былай қарасаңыз әлеуметтік пакеті де бар. Енді егер ондай кісілер айтып жатса, ондай компаниялар, ол жеке сұрақ. Кейде сіз айтқан дүниеге сезонность әсер етеді. Сезонность дегеніміз, мысалы қараңыз, енді Астана төңірегінде айтатын болсақ, жазда болмау. Астана төңірегінде айтатын болсақ, мен білемін, Модексқа бардым. Модекстің компаниясымен сұрам, или электро құрастыру заводы бар Астанада, не болмаса Альстом деген компаниямыз бар, не болмаса локомотив құрастыру заводы бар. Соларын сұрайсың ғой, қазір кім керек болып тұр дегенде, дәнекерлеуші керек болып тұр еді. Неліктен? Өйткені жазда оның кезеңі басталады, бұлар өздері фрилансқа кетіп жұмысын жасайды дейді. Бізге ол қоңырау, былай қарасаңыз. Енді дереу балаларды соған жаңа бітірген баланы соған жіберіп отыруымыз керек қой. Бұл жерде әрине байланысты өзектендіруіміз керек. Сондықтан да осы байланысты әрі қарай да нығайту үшін енді біздің кейбір нелерден көрген шығарсыз, қамқорлық, шефство дегеніміз бар. Яғни колледждерде бұрын
колледждердің жалпы ұйым ретінде қамқорлыққа алса, белгілі бір бизнес өкілдері, қазір бағытымен алыңыздар. 400-ден қазір оны есеп 4000 кәсіпорын колледждерде қамқорлық етеді. Әрине, жаңағы сұрағыңызға тоқ етер жауап беретін болсам, әртүрлі факторлар әсер етеді. Біріншісі, жастардың аз келуі. Жастардың жұмыс орнына қарап бармау. Енді қазір қараңыз, сіз бармен, официант дегендер, бармен фрилансер болып кетіп қалу басқа жаққа. Фриланс болып кетіп қалу. Сонымен жұмыс әлеуметтік пакеттің мүмкін төмен болуы. Енді жағдай туындауы мүмкін, белгілі бір жағдаймен қамтамасыз етілуі мүмкін. Төртінші, әрине бұл басты, бұл жалақысы да әсер етуі мүмкін. Енді мүмкін ба? Әсер ете ме? Мүмкін әсер етуі. Неге мүмкін деп отырмын? Жаңа сіз айтқандай, металлургия мен кен өндірісіне баратын болсаңыз, онда шамамен 400-500 мың теңге жалақысы. Енді моноқара деңгейінде айтатын болсам, сіз сол қазақмыс белгілі бір статистика шығарып қою мүмкін. Маған қазірде қарайсыз, сайттан да қарасаңыз 10 электрик керек дейді. Енді 10 электрик болған тек қана колледж емес, басқа да барғысы келіп тұр. Бірақ оған жұмысқа кіргісі де келеді. Бірақ әртүрлі факторлармен мүмкін ол бара алмауы мүмкін, жұмысқа тұрмауы мүмкін. Желаниясы бар, бірақ тұрмауы мүмкін. Неліктен? Өйткені денсаулығы келмеуі мүмкін, кейде квалификациясын қарайды. Осының барлығы әсер етеді. Сосын біз НИТ жастардың несін проблемасын жоққа шығармауымыз керек қой. НИТ жастардың проблемасы бар. Бізде сезіле ме? Мысалға біз айтамыз ғой, НИТ жастар деп былай қарасаңыз, ешқайда барғысы келмейді, жұмыс істегісі келмейді, отырғысы келеді үйде болды. Әкесі мен анасының өмірі деп айтамыз ғой. Шетелде бір болғанда мен бір сұрадық, үйі жоқ бір кісі отыр екен ана жерде. Мен айтым, сіздерде де бар екен ғой, осындай кісілер деп отырмын ғой. Шетелде бір сапармен болғанда, көшеден көріп қалдым да отырғанда. Бұндай күйге қалай түседі адам деп отырмын да. Айтады, бұл адамның өзі де орнынан тұрғысы келмеген үшін осындай состояние тұр. Неге? Өйткені бұл қазір орнынан тұратын болса, жуынатын жеке. Былай қарасаң, жағдай жасап қойған бір жерде, яғни аптасына бір рет барып жуынуға болады. Күніге 2 рет тамақ ішетін жерге бару ішуге болады. 1 километр 2 жермен жаяу жүріп барып тамағын іше алады, не болмаса жуынуға болады дейді. Мына жердің тұрғысы келмейді. Ақшасын жай ғана жинап отыра бергісі келеді. Ол саған 1 цент берсең де 2 цент берсең де алмай, жоқ маған доллар түрінде бер деп айтуы мүмкін дейді. Мен енді өз басымнан өткергеннен кейін айта аламын. Яғни кейде енді бұны жастардың тіліне келтіретін болсын, да, НИТ жастарында адамдар бар, мен қатты жұмыс жасағым келіп тұрған жоқ. Дереу ойында бір қол қоятын, құжатқа қол қоятын, не болмаса фирмасы бар жұмысқа дереу басып болып тұра қалсам, мен ауыр жұмыс жасамасам, не болмаса өндірісте істемесем. Енді қазір қараңыз, неге бариста болып барғысы келеді? Неге официант болып жұмыс жасағыз, официант болып жұмыс жасағыз келеді? Өйткені ақша көп қой жерде. Мәселе тек қана ақша емес. Мысалға сіз даяршы болып жұмыс істесеңіз, айына кем дегенде 700-800 теңге табуға болады үлкен мегаполистерде. Сіз қараңыз, ол жерде 7-8 сағат жұмыс жасайсыз. Кейбір мейрамханаларда мысалға фейс деп қарайды, түріңізге қарайды, жақсы ақша төлеу мүмкін деген сияқты. Шын айтында солай ғой мысалға. Тойханаларда да солай қазіргі. Балалардың 9-шы сыныптан кейінгі балалардың көбісі сондай жерлерде жұмыс істеп ақша тауып жатыр. Оларға сол жаңа колледжінде оқып жүріп, сөйтіп жұмысын істеп, өшкен кезде білімді жартылай алып, жартылай жұмыс істеп, әр таудың басын шалып жүрген жасырын емес. Біз ертеңімізде елеңдейтін болсақ, шындап осы проблемаларды ашық айтуымыз керек сияқты. Осы бұл мен балалардың негізі жұмыс істеп жүрген балалардың еңбегін шығаруымызға болмайды. Дұрыс, енді сіз айтып тұрсыз, ол ақшаны көп табады деп. Иә. Ол 8 сағат жұмыс жасамайды ол жерде. Иә. 12 сағат, кейде 16 сағат болып кетеді. Бірақ басқа өндіріс орындары сондай зарплата төлей ме? Төлемейді. Енді қаржылық мотивация жоқ болып тұр ғой, көрдіңіздер бе? Қаржылық мотивация да жоқ. Яғни онда бұл мәселе біз енді жаңағы жұмысшы мамандардың статусын, әлеуметтік жағдайын көтеруіміз келсе, тартымды болу үшін қысқасы ананы айтып, мынаны айтқанша бір ғана сөз үкімет тарапынан, бизнес тарапынан осы мамандықтардың жалақысын көтеру керек болды. Неге үкімет тарапынан ғана көтеріліп, неге бизнес тарапынан көтерілмейді? Неге барлық проблеманы бизнес тарапынан деп тұрмын. Біз өйткені желік жерлерде, мысалға мен айтар едім,
көп өңірлерде индустриялық зона бар. Иә. Арнайы индустриалдық аймақ, экономикалық аймақ. Иә, арнайы индустриялық аймақтарда белгілі бір привилегия бар. Жерге салық төлемейді, қосылған құн салығын неге әкімшіліктің деңгейінде сөйлескенде неге біз колледждердің жоғары оқу орын ба НИТ жанатын жастар неге соны біз осыншама процентпен біз бала жіберіп жатырмыз, осынша адамды алып отырасыздар деп. Әрине енді жергілікті жерлердің центр занятостары жұмыс жасайтын шығар, бірақ дегенмен де осында қосып қоюға болады. Өйткені индустриалдық арнайы аймаққа біз жер бөліп әкімшілік көптеген қолдаулар көрсетіп отырады. Оған электричествосын да тартып береді, оған суын да тартып береді, барлығы әсер етеді. Яғни айтпағым, біз жұмысшы мамандықтар жылындағы басты қағидаттың бірі бұл жердегі әрине үкіметтің тарапынан айтатын болсақ триплекс модель деген бар, үш спиральді модель. Соны яғни бірігіп жұмыс жасағанда белгілі бір неге жетеміз деген нәтижеге. Яғни мемлекеттік органдар, колледждер, содан кейін бизнес қауымдастық. Үш таған деп айтсақ та болады деген ғой. Иә, енді төртінші таған қосылып жатады, ғылымы да қосылып жатады бұған. Ғылыми зерттеулер жасап, соған белгілі бір нәтижеге жеткізуге. Бірақ айтайын деп тұрғанымыз, әрине барлығын үкімет ақша төлесін емес, жұмысшы мамандықтар жылының идеясы, яғни еңбекпен биікке жету, ол басты қағидат. Жас буын немесе орта буындағы адамдар белгілі бір еңбек істесе, өз ісінің майталманы болса, белгілі бір биікке жетеді. Сіздің де мысалға сіз белгілі бір жұмыс жасап жатсыз, бірақ осындай жүргізуші болу үшін, осындай подкаст ашу үшін еңбек еттіңіз. Өз ісінің майталманы болуменен траекториямен өстіңіз. Яғни айтпағым, балаға айтайын деп тұрғаным, жоқ, мәселе ода емес, балаға айтайын деп тұрғаным жастарға, сен өз белгілі бір жүйенің маманы болбаш, әрі қарай уақыт көрсетер. Стартты дұрыс бастамау ғой ең бастысы. Бізде стартта мысалға дәнекердің мықтысын біл, жақсы шоу жаса біл. Мен осы мамандық болатын болсам, яғни мен басқа салада да, яғни өз-өзің дисциплинаң болатын болса, әрі қарай да өсесің. Бізде сосын ойлау қабілетте де біз баланы біз колледжерге үнемі айтамыз. Жастармен кездескен айтамыз. Біреу ойлайды, бәрін қарайды. Мен өзімнің колледж істегенде тәжірибе ретінде айта кететін болсам, мысалға біздің қоғамға, жалпы адамдарға жастарымыз токарный станок, токар мамандығын оқып жатыр. Токар мамандығын оқиды да түсті, біреу ата-анасының несіменен түсті, біреу өзгелді, біреу балы аз болып түсті. Енді сол токар болуға сол осыдан 10 жыл бұрын түсуге оңай болуы керек. Уже бірінші курс өтті, екінші курс өтті, үшінші курста келіп адамдардың барлығы көңілсіз жүр, балалардың барлығы. Неліктен? Токардың сол кездегі жалақысы 25 мың теңге. Жанымыздағы үлкен өндіріс орнының беретін жалақысы 25 мың. Анау қондырғыны қарайды, анау қондырғыны қарасаң, жаңа сіздің стереотипіңіз бойынша май-майын киім киіп болып, осы жұмыс жасайтын деңгей. Бала ана условияға қарайды, айтады, мен қалай мынада жұмыс жасаймын, сол кезде мен осы уақытқа шейін оқушыны оқыдым ба дейді. 3 жыл бойы. 3 жыл бойы. Ананың сақтары сынады. Қалай біз істейміз? Мен сол кезде ойлап отырмын, мыналардың сағын қалай көтеремін. Мен ол мамандықтың несі емес, мен бірақ колледждің администрациясы ретінде, әкімшілігі ретінде, енді мамандығымыз металлург, бірақ әкімшілігі ретінде қарап осыған қалай әсер етсе екен осы жастарға. 25 жастың, 20 жастың, енді 18 бала оқиды, ол кезде 18 баланың бір жартысы да шынайы түрде осы токар боламын деп қалай нете алады? Ниеттен отырған жоқ. Жоқ, жартысы ниеттеніп отыр. 7-8 баласы. Мен барам осы токармен, не істеймін енді, осымен жұмыс жасаймын дейді. Ал қалған оны ойланып отыр да, мен не істеймін? Оқыдым. Өз-өзіне енді колледжде soft skills дейміз ғой, соны дұрыс беріп жатқаннан кейін олардың да өзіне деген ойлау қабілеті, өзінің сенімділігі артып келе жатыр да. Бірақ ана жалақысын қарайды. Мүмкін КВНшік көп ан жаққа бара салған жақсы, мүмкін тамада болып мына жаққа бара салған жақсы, мүмкін домбыра тартып бір жер шеткенім жақсы деген ой, мүмкін жаңасы айтқандай официанттық неге бара салғам жақсы деп ойлауы мүмкін сол кезде. Ол болды да.
кейде мүмкіндік деп тұрмыз, бұл төп басып айтып жатқан болсақ, қазір басқаша айтып кетеміз, солай болған екен деп. Бірақ сол кездегі балалар сондай ойда болғанда, мен Астана қаласының локомотив құрастыру заводы жаңа салып жатқан кез 1-2 жыл жұмыс жасаған, сол балаларды осы жақтың цехтарына шығып, сіздерге баланы апаруға бола ма практикаға? Не үшін? Көрсінші, сіздерде заманауи қондырғы тұр деймін да. Ол кездегі токарный станок пен мына жердегі токарный станоктың арасы жер мен көктей. Содан жақсы рұқсат, хат жазамыз, балалар баратын болады. Бірақ 5-ақ балаға рұқсат береді. Енді 5-ақ баланың бір жөн, бірақ колледжіңде қаржысы бар ғой, 5 балаға төлеу керек, ана жерде 7-8 күн жату керек, белгілі бір. Бұны бұл тағылымдамадан өту деп қабылдаймыз балалардың. Содан менің мақсатым басқа да болып тұр. Енді жаңағы балалардың арасында бір конкурс ұйымдастырып, 5-еуіңді Астанаға кетеміз, заманауи көрсетем өндіріс орнын. Содан 5 баласын таңдап алып, өйткені нетворкинг ретінде 5 бала өздері аналарға жеткізетін біліп отырмын да. Мойымнан керемет екен деп. Содан келеді локомотив құрастыру заводына қарайды. Мынау завод ба дейді, қарайды. Неге? Заводқа кірсе, іші былай қарасаңыз, краскамен краскаланып тастаған, спецовкаларын, арнайы киімдерін қараса барлығы тап-тұйнақтай, әп-әдемі, ешқандай май-майлық жоқ, шетел. 10-15 жыл орын ана балалардың аң-таң мына жерде қандай токарный станоктар тұр дегенге. Енді бұлар локомотив өз батына құрастырып жатыр, өз бетінше, бірақ токарный цехына барып көрсеткенде ана балалар құлады. Мынандай токарный станок көрмеді. Сосын тағылымдамадан өтті. Бірінші күні основа базасы дұрыс берілген. Бұл мынау ручный токарный станоктар болатын болса, мынау токарный станок ЧПУ, числовым программным управлением. Яғни бағдарламалық басқару, сандық бағдарлау басқару енгізілген. Бірінші кезекте базасы болғаннан кейін қондырғыларын бәрін қойып үйренді, мынаны істей алады. Енді ана бағдарламаны үйрену керек. 4 күн үйренді. Бірінші күн мен 8-ші күннің аралығын айтатын болсақ, 8-ші күні балалар өз еркіменен мынау сандық бағдарламамен қойып, белгілі бір металға өңдеу жұмысын жүргізе алды. Мақсатында ол емес еді негізі. Заманауи процесті көрсету емес еді, шыны керек. Заманауиды көрсетіп, ойын өзгерту ол бір бетте, бірақ мен олардың жалақысын айтуым басты мақсат еді. Мен анау сөйлесу жүргізгенде, олардың жалақысын да сұрап едім сол кезде. Келіссөз жүргізгенде. Содан балалар көреді, арнайы киімдері жап-жақсы, қолдарында май-май ештеңе жоқ, бағдарламаны нені қойды, продуктын қойды, өңдеді, белгілі бір детальді бұйымды алып шықты. Қиналыс жоқ, белгілі бір біз өңірдегі Моноградтағы заводқа қарағанда жер мен көктей. Сосын сұраймын, ал жігіттер стажировканың бәрін біттік, молодцы, сертификаттарыңыз енді аласыздар, енді кетеміз. Ағай, мына жерде жұмыс жасауға бола ма деді. Иә, жұмыс жасауға болады. Сосын сұрады, енді бұлардың да жалақысы сендердің ойлағыларыңда болмай 25 мың теңге болуы мүмкін деп жатырмын ғой. Солай бола ма деді. Жоқ балалар. Бұл жердегі жалақы 150 мың теңге. Сол кездегі токардың алатыны. 2000 жылы дедіңіз? 2000 бұл 11 жылдар. 150 мың теңге деген балалар құлақ қалды. Қалай 150 мың теңге ала ма сондай балалар? Иә, сондай жалақы алады. Яғни бұл жерде көрсетейін, бірақ бұл жерге тұру оңай емес болуы мүмкін. Сіз өздеріңіз майталман екеніңізді көрсету керек. Айтпақ ойым, спичім әрине біріншісі бұл жалақының төмен беретін кәсіпорындар да бар, бірақ өзің майталманы болсаң, осы саланың токарь болатын болсаң, одан да жоғары қалатыны бар. Бір көрсеткенім. Екінші спичім оларға көрсетуге деген. Сен өзің майталманы болатын болсаң, фриланста да жұмыс жасап, ақша таба аласың. Яғни қазір өзіңіз көріп отырғандай, машинаның бір деталі дискісін жонатын, или шлифовка жасайтын токарлар жетпей жатады. Яғни Өте көп. Соны істеп көрсете аласың. Енді оған бизнес жилканы жеке бөлу керек. Үшіншісі бұл, яғни сен өзің майталман болсаң, осындай заводтарға белгілі бір цехтардың басқара аласың. Яғни қазіргі таңдағы колледждер бұндай емес деп айта аламын. Яғни ол кездегі заводтардағыдай колледждерде де мысалға қондырғылар тұр. 16-шы, осыдан 2019 жылы DMG Mori деген енді бір керемет станок тұр.
енді мақсатымыз ана Орскисқа балалар апару ғой. Ол станок Қазақстанда колледждерде жоқ, ол станок. Ашығын айту керек дейсіз. Ашық жоқ ол кезде 2019 жыл. Енді баланы ана чемпионатқа апарайын десек, әлемдік чемпионатта сол токарный станоктар тұрады. Прям алдын ала айтады, мына токарный станок тұрады деген сияқты. Мынау iPhone менен Samsung-тың арасындағы пайдалану дереу әсер етуде уақыт керек қой. Үйренбейді емес, үйренесіз. Nokia дейінші. Үйренесіз. Енді Nokia-ның арасындағы бір, яғни адамға тез үйрене алу үшін белгілі бір приложениялардың ішіндегі іш құрылысын зерттеу үшін бір сағат демейін белгілі бір уақыт керек шығар. 3 күн, 4 күн, 2 күн жарайды. Бір айлап деп айтпай қойық. Сол сияқты. Содан ана баланы чемпионатқа апаруымыз керек. Осы Батыс Қазақстан облысының баласы, ағай мен мындай аппарат көрдім. Бірақ қазақстандық станоктардың құлағында ойнайды. Былай көрсетеді, былай істейді, былай істейді. Енді 2 орнынан таптым сол токарный станокты. Ол кезде мына Назарбаев университетінде тұрды. Сосын Қазғаламда тұрды. ТМЖ мойдың станок. Сосын Қазғаламда, мен чемпионатқа баланы көрсетіп, енді бұл жерде Қазақстанның абыройы ғой. Неліктен? Ана бала барып тұрып, білмеймін станокты көрмедім десе, бізге кішкене ят бола ма деп, содан Қазғаламның басшылығына айтып, айналайындар біліп тұрмыз, хотя бы 2 апта стажировканы көрсінші. Ананы станокты қосып, сода детальді Джонсон базасы бар, арнайы бар. Біздің Қазақстандық тұрған станоктардың құлағында ойнай алады деп. Жасады, бала барды, көрді, керемет станогын көрді, оның миллиметровый точностьсы бар да өңдеудегі. Яғни айтпағым, ондай емес екен, қазір ондай станок біздің 7 колледжде бар. Яғни материалдық техникалық базасы бірінші кезекте үкіметіміздің қолдауымызбен, президенттің тапсырмасымен, онан кейін мынау бизнес өкілдерінің қолдауыменен жаңғырып келе жатыр. Күні кеше ғана мысалы Ақтөбе облысының әкімдігі материалдық техникалық базасын жаңартсын деп 10 колледжге белгілі бір грант беріп отыр. Енді көш жүре түзеледі демекші, осындай факторлардың бәрі әсер етеді. Мысалға қазір мектептерге қатты упор жасап, әдемі қылып жатырмыз, жандандырып жатырмыз. Енді ол балаларымыз ертең жоғары оқу орынға барса да, колледжге барса да, сондай условияң болған қалайды? Иә. Санжар мырза, қарайсызшы. Бізде енді тағы бір ашығын айту керек деп айта береміз ғой, енді шындап келген кезде енді ашығын айту керек. Былай қарасаңыз, балалар бізде халықтың саны аз. Мектепті бітіргеннен кейін гранттың саны көп бізде. Мемлекеттік гранттың университеттерде, жоғары оқу орындарында. Сондықтан біздің балалардың барлығы жоғары оқу орнына түскісі келеді. Сосын колледжге қандай план ретінде қарайды? Б план ретінде, бір жоспар. Түспей қалсам, онда колледжге барам деген сияқты. Солай ма? Бұл стереотипті біз қалай шешуіміз керек? Немесе мысалға кейбір елдерде балалардың 70% оқу бітірген, мектеп бітірген балалардың 70% колледжге барады. Солай емес пе? Солай. Колледждің Австрияда мысалға солай 60%-дан астамы. Колледждің статусы жоғары. Бізде ақш-та айтайықшы, мысалға колледжге түстік деп, колледжге түстім деп қуанып жатады ғой, киноларын көрсеңіз. Бізде колледждің статусы өкінішке қарай ондай емес. Былай қарасаңыз, жұмысшы мамандыққа ие болған адамдар, ол жұмыссыз қалмайды дегіміз келеді. Мен осы эфирде осыны айтқым келеді. Жұмысшы мамандыққа ие болған адам, ол жұмыссыз қалмайды. Сізге сұрақ қойып ма? Қазір айтып алайын. Бір ғана болтны бұрау үшін сантехник келеді, 5 мың, 10 мың теңге алып кетеді ғой. Не деген сұмдық деп ойлайсыз, сонда ол күніне қанша үйге барады, мысалы 5 минутта. Әжептәуір ақша табуға болады дегендей. Неге балалар 9-шы сыныптан бастап, мысалы жоғары оқу орнына бармас бұрын жұмысшы мамандық таңдау керек деп ойлайсыз? Не айтар едіңіз оларға? Сіз айтып отырсыз, бизнес тарапынан қаржылық мотивация болмай жатыр дедіңіз. Иә. Сізге сұрақ қояйын, қоғам ретінде, қоғамның өкілі ретінде. Иә, қойыңыз. Балаңыздың колледжге оқыған қалар ма едіңіз? Мен өзім колледжде оқыдым ғой. Жоқ, сіз оқыдыңыз. Сіз оқыдыңыз, бірақ балаңыздың оқыған... Қараңыз, қызығын айтайын. Сізге айтайын, мен қызым биыл 9-шы сынып бітіреді. Мәселен, қызыма айтып отырмын, қазірден айтып отырмын. Сен колледжге барасың ба деп, мысалы. Себебі қызым жайғы суретті жақсы көреді, сурет өнерін, қол өнерді жақсы көреді. Өзі айтып отыр, білмеймін, әлі шешкен жоқпын. Барсам барайын. Қайсысы жақсы деп, біз мысалға колледждерді қарап жатырмыз.
қазірдің өзінде. мен мысалға ондай ол неге комплекс жоқ. жоқ, ол сұрақты неге қойып отырмын? Кейде қоғамдағы отбасыда бір ошақ, отбасыда бір үлкен, былай қарасаң белгілі бір саяси ойлар шығып жатыратын ой ғой. Күнделікті түйдектей берсек, сен анаған баруың керексің, мынаған баруың керексің, балаңда несін бұзасың. Ал балаң таңдауына бағыт бағдар беріп отыру керек деген ойдамын да мен. Мысалға бала, мен колледжға барғым келіп тұр, өкінішке орай кейбір жерлерде айтылады, жоқ, мен балам жоғары оқу орынға бару керек. Болды, бітті. Колледжға баруға болмайды. Енді жоғары ортада да бір кісілермен сөйлессем, қалай енді мен ертең айтады ғой, жағдайың болып тұрып, балама жағдай белгілі бір жағдай тудатамай, жоғары оқу орнында оқытамай, даже платно болса да, ақыл түрде болатын болса, колледжға түсірген не деп айтамай деп. Сондай ой болмаса да мен бүйтем деп кейбір отбасы айтып жатады. Ондай да стереотип бар. Ондай да стереотип бар қоғамда. Екінші стереотип, мысалға, жоқ, сен анау болуың керексің, бір өзінің арманын баласына жүктегісі келеді. Өзінің орындалмай қалған арманы дейікші. Орындалмай қалған. Мен кезінде былай болып едім, сен осындай болыңыз. Әрине араласпай емес, араласып, бірақ бағыт бағдарды дұрыс беріңіз. Кейде осы бағыт бағдар дұрыс берілмегеннен, кейде мысалға бар ортада белгілі мамандықты таңдайды, атан айтқан, бірақ 4-ші курсқа жеткенде бала райынан қайтып даже оқуын тастап, басқа мамандық таңдап жататын да болады. Яғни айтпағым, бағыт бағдардың барлығы дұрыс болу керек деп. Сол үшін бұл енді оны мойындау керек. Мектепте де, колледжерде де, басқа жерлерде бұл кәсіби бағыт бағдар жұмысы бізде кішкене құлдырап қалдық десек те болады. Сондықтан да жұмысшы мамандықтар жылына жаңағы жоғары оқу министрлігінің тарапынан навигатор бар, біздің тарапымыздан мансап, маман, еңбек министрлігінің мансап компасы бағыт бағдар беретін бағдарламалар, платформаларды көбейтіп, адамның өзінің неге икемділігі барын көруіміз керек. Қоғамда пікір өзгермей, ой қалыптаспай, бізге қиындық туындайды. Қазір жұмысшы мамандықтар, сол жоғары оқу орнын оқып жатқан адамдардың барлығы да кейде жұмысшы маман болып істеп жатады. Ақша табу үшін, жаңағыдай официант болсын, не болсын, басқа да істеп жатады, бірақ жоғарғы білімді барады. Бірақ қазіргі таңда кейбір статистикамен келіспейтін реальный ойды айтатын болсақ, кейбір колледжерге мектепті 9-ды қызылмен бітірген балаларда оқуға түсіп жатыр. Өйткені олар айтады, мен жаңағы ой сана өзгеріп келе жатыр, айтады, мен қазір мынаны бітіріп алатын болсам, мен белгілі бір жұмысшы мамандық иесімін. Сонымен қатар тағы да мынандай өте умныйлары былай ойлайды, мен қазір мына жұмысшы мамандығын алып аламын, менен кейін жоғары оқу орынға баратын болсам, конкуренция аз. Бір орынға 5-ақ бала таласу мүмкін. Егер 11-ден кейін баратын болсам, бір орынға 10 бала таласу мүмкін дейді. Мына жерде бірақ мен жұмысшы мамандығын иесімін. Әйтеуір нан таба аламын, жұмысымды істей аламын, көрсете аламын. Бізде енді жастардың ойлау қабілеті де осыған қарай өзгеріп келе жатыр. Қазір бізде былай ғой, бір жерге баратын болсаң, обязательно дипломың болу керек, сол дипломсыз сен өсе алмайсың. Жоғары оқу орын білім дипломын айтып отырмын да. Ал шыны керек, ол проблема да бар, жаңа сіз айтқандай грантты айтып жатсыз. Бізде енді мен ойлаймын, колледжердің бұл алғашқы саты болып 150 мың грант берілетін болса, әрқайда ғылыммен, академиялық біліммен шұғылданатындардың гранты колледжерге қарағанда аз болса. Бізде жаңа айтқандай, сіз мектеп бітіреді, қаншама түлек бітіріп, соның колледжға да түсетіні бар, жоғары оқу орынға түсетіні бар. Жоғары оқу орынға түсудің ең бір тағы да бір қызық тұстары, енді жоғары оқу орындағы әріптестерім ренжімес, 4 рет тест тапсыруға болады да жылда. Жоғары оқуға түсу үшін. Яғни айтпағым, неге ол бір рет тапсырып, біз колледжде бір-ақ рет тапсырып түсесің ғой. Сапалы мамандық талап етеміз оның үстіне. Осыдан кейін. Біз колледжде бір-ақ рет тапсырамыз, біз орта жолда сен келіп, біз бір-ақ рет тапсырғанда, бір-ақ рет біз енді кәсіп техникалық білім беру жүйесі тегін ғой.
аттестаттың орташа балымен келіп түсіп жатасың. Сондай бір болса, әрине бұл белгілі бір саяси тұрғыда енді оның өзі де бірақ халықаралық статистикаға дейін жатады. Жоғарғы білімі бар адамдардың саны мынша деген ол да бір әсер етеді. Мүмкін сол көзқараспен қарау мүмкін гранттың тізімінің сондай өсім болуына қарағанда. Бірақ мен ойлаймын, сапалы жұмысшы мамандықтар жетіспей жатады десек, осы бағытқа көп назар аударып, 100% жоғары оқу тәгі колледждегі грант көп болса, менің ойым, түбегейлі сарапшы ретіндегі ойым айтады, жоғары оқу орнында грант бұдан сәл төмен болып тұру керек деп ойлаймын. Жұмысшы мамандардың саны бізде қанша? Жұмысшы мамандықтар студенттердің ба? Жоқ, мамандықтың саны, жалпы мамандықтың жұмысшы. Бізде жұмысшы мамандықтар жалпы кәсіп техникалық білім беру жүйесі классификатор бар. Классификатор бойынша 230 мамандық бойынша оқытамыз, 600-ге жоқ біліктілік бар. Жақсы, бір портал бар ма мысалға? Міне, кәдімгі карта дейікші. Міне, мынандай мамандық, осыны бітірсең, осыған бара аласың деген сияқты. Бізге көрсетіп бере аласыз ба? Бізде айтамыз, бірақ көп азаматта бізде профориентология бойынша үлкен проблема бар екен, білесіз ғой. Мысалға қазір мектепке сол профориентологтарды көбейтеміз деп жатырмыз, бірақ та ең үлкен мәселе кәнігі кәсіби профориентологтар, яғни мамандыққа бағыттаушылар жоқ. Аз бар болса да біздің сайтта карта типі қандай жер сайт? Талап edu.kz. Қазір біз міндетті түрде қымбатты көрермен осы жерге ссылкасын, яғни сілтемесін көрсетеміз. Кіресіздер, сосын талапқа кірді, талап edu.kz-ге кірдік, ары қарай. Иә, содан мысалға қараңыздар. Өңірді таңдайсыз. Қазақ тілінде бандағы? Қазақ тіліндесі де бар, орыс тіліндесі бар. Мысалға Астананың өңірін таңдадық. Астанада талап edu.kz-ден кейін қайда кіреміз? Мамандықты. Карта типо деген бар. Карта типо. ТЖКБ картасы, кәсіп техникалық білім беру жүйесінің картасы. Оған кірдім, мен статистикасын шығардым, сотка болғаннан көрінбей тұр ғой енді. Жоқ, біз қазір енді 36 колледж жұмыс жасап жатыр дейді. Соның контингенттері мұнша бәрі статистикасы. Астанада 36 колледж, иә, Астананың қаласында. Енді жарайды, Алматы несінде дейік, колледжердің бағытын қараймын да, мысалға айталық технический колледж, техникалық колледж қандай мамандықтарды оқытады? Қыз балаларға қандай мамандықтар бар? Коммуникациялық форма собственности КГП-да дейді. Осы енді мамандықтардың бәрін қараймыз. Жас маманға қатысқан дейміз. Жоқ, қыз балаларға қандай мамандықтар бар? Жаңағы суретші, өнерші, күйші, дизайнер бар, дизайнер бар. Тігінші, Сіз енді қараңыз. Мен бұл жерде қазір мен айтсам, мынау қыз баланың мамандығы десем, менің тарапынан бұл да қате. Гендерлік теңсіздік деген сияқты болуы мүмкін, дегенмен де енді бұл жерде ірі мамандықты айтасың, мен былай қарасаңыз гендерлік теңсіздік те бар, жалпы теңсіздікті де біз қарауымыз керек. Мен Лондондағы бір әріптестеріммен сөйлесіп айтармын да, мысалға деймін да, инклюзивті бала дейміз. Сол баламыз ЧС мамандығы бар ғой? Төтенше жағдайға барып оқи ала ма деймін да. 100% баланың бәрі демей қойын, бірақ негізгі белгілі бір сараптамадан өтіп, міне прям желаниесі бар балалар, осы жерде оқимын деген үміті бар балалар, соны барлама десем, заңда тегі жоқ қыз, барылады дейді. Таң қалдым, қалай? Төтенше жағдай деген не? Төтенше жағдай деген жоқ, пожарный бола алатын. Енді құлақ естімесе, енді бір белгілі бір жоқ, құлақ емес. Құлақ естімесе негізі біздің тараптан бара алмайды. Өрт сөндірушіге ме? Иә, тыңдау керек, нету керек, оның барлығын. Сосын олар айтады, барылады дейді да. Мен айтам, қалай барылады деймін да. Сосын енді денесінде бір кемшілігі болса деймін да, ол барылама деймін да. Енді сатыға шыға алмай қалуы мүмкін, еді, барылады дейді. Сондағы берген жауап, мен ойландым, қалай барылады екен. Ол төтенше жағдайдың несінде де қағазбен жұмыс жасайтын. Басқа да жұмыс жасайтын адамдар бар ғой. Ең бастысы құтқаруға қатысу ғой, процеске. Құтқаруға қатысу бұл дейді да, ондай балалар өз үмітін қатты соған барғысы келетін бала, ол өзінің майталманы болуға тырысады дейді. Яғни ол ісіменен, яғни ортаға очагына бармаса да, мың жердегі отырған оператор болып, құлағында да болып тұрып, мысалы дрондар тұрса да, мың жақты сөндіріп айтып тұрса да, бір басқарып тұрса да, ол керемет маман болып көрсете алады ғой дейді. Яғни айтпағым, біз мамандықты бөлуімізге де болады, бірақ кейде дәнекерлік бола ма, токыр бола ма, қыз бала.
Мен бұл сұрақты жаңағы ойбай бір теңсіздік тудыру мақсатында емес, өзім енді қыз балалар тәрбиелеп отырғаннан кейін сұрап отырмын. Иә. Сол қыз бала тәрбиелеп отырған ата-аналарға да қызық болады. Бірақ көбінде қыз балалардың баратын мамандығы тігін өндірісі. Қандайға барады десеңіз, егер дизайнерға көп барады, IT мамандықтардың көбісін таңдай алады. Бізде даже Европадағы Европа елдерінің арасындағы веб әзірлеу деген бір құзыреттілік бар. Сонда бір чемпионат болғанда біздің павлодарлық қыз қола жеңіп алады. Осындай жұмысшы мамандықтарының несінде. Сол кезде біздің бәріміз қуанып бетінен сүйіп жатса, Европа елдерінің осы әріптестері, веб-разработканың эксперт, педагогтер де бетінен сүйіп мәз болып нетіп жатыр да. Сосын неге бұлар қуанып жатыр? Олар да бала дайындаған, неге біздің қыз балаға нетіп жатыр? Мен экспертімнен сұраймын ғой, сарапшым айтады, енді олар более байланыста көп болды, сарапшым айтады, өйткені дейді, Европа елдерінде именно веб-разработка бойынша 1970 жылдан бастап осы құзыреттілік бойынша әлі қыз бала жеңіп көрмеген дейді. Яғни қазақстандық оқушының, студенттің сондай жеңісіне қыз бала болғаннан кейін европалық қыз әріптестерде сондай қуанып жатыр да. Мәселе айтпағым, біз колледждерді сапалы сапасызға көп бөлгіміз келеді. Яғни әрине ондайда бар, сапалысыз, кейде материалдық базасы жоқ, не болмаса педагогтардың деңгейі төмен болып жататын колледж. Енді оны министрлік тарапынан ККС-ны тексеріп жатады. Біздің тарапымыздан жекеде қараймыз, бірақ дегенмен де осы сапаны тексеру ұйымы оған жеке назар аударып өз процестерін жасап жатады. Біз ойлаймыз, мамандық қандай болса да, ол сапалы кадр болса. Жаңағы тігінге бара ма қыз балаларымыз, IT-ға бара ма, энергетикаға да барып жататын қыз, мұғалімдік, педагогтық мамандықтар бармыз. Осының көбісінде мысалы қыздар сондай мамандықтарды таңдап жатады. Енді компьютерде мысалы дизайнер таңдап жатады. Сондай бағыттар бар. Меніңше біраз тақырып қамтыған сияқтымыз. Биыл атқарылған жұмыстар жайында есеп сұрағым келмейді. Неге десеңіз, бұл есепті еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі беру керек. Оқу ағарту министрлігі тарапынан ең бастысы мына жұмысшы мамандықтарға қатысты қызығушылық, олар ертең осы колледждерде оқыса не болады, қандай мамандықтарға ие болуға мүмкіндіктер бар деген сұрақтарға жауапты алдық, Санжар мырза. Тағы да алып қосарыңыз болса? Әрине, бұл жерде бізге барлығын плюсовать етіп бір мәселе жоқ деп айтпаймыз. Мәселе болмаса, біз өзіміз айтып отырмыз. Жоқ, мәселе жалпы күрделі мәселелер де бар, мәселе бар. Сондықтан да ол жұмысшы мамандықтар жыл болып жарияланды. Бірақ басты мәселе жастарға еңбекпен биікке жет деген қағидатты қоғам ретінде месседж жіберу. Енді сол месседж енді жылдың несінде енді көрсетер, бірақ қоғам өз бағасын берер. Жалпы жастар көбейді ма, осы кәсіп техникалық білім беру жүйесіне барғысы келді ма дегенсе. Бірақ біз осы бағытта біраз жұмыс жасаймыз. Әлде бұл бір күндік жұмыс емес. Біз бұны әрі қарай да жалғастырып, санын арттырамыз деген ойдамыз. Экономикамыздың тірегі жастар болатын болса, жұмысшы мамандар болса, оның үшін жастар болатын болса, осы бағытта көптеген жұмыстар атқарылатын болады. Санжар мырза, уақыт тауып келгеніңізге рахмет айтамыз. Жаңа Б жоспарында ретінде қарайды деп отырмыз ғой. Керісінше осы жұмысшы мамандыққа ие болған, колледжде оқып, бір мамандыққа ие болған азаматтың қай кезде де болашақта әсіресе Б ғана емес, В, Г сияқты әртүрлі өзінің жоспарларын, былайша айтқан кезде артық мүмкіндіктері болады. Себебі бір мамандық бұл бір әлем, және тағы бір жұмыстың қаржы табудың үлкен мүмкіндік екенін айта кеткім келеді. Уақыт тауып келгеніңізге тағы да алғыс айтамыз. Студиямыздың қонағы Талап ұйымының президенті Санжар Тәтібеков. Қымбатты көрермен, Мұхтар Мағауиннің жақсы сөзі бар: адам еңбектену керек, еңбекпен бірге машық келеді, машықпен бірге бап келеді, баптан кейін бағы жанады дейді. Әр қазақ бабында болсын, баптаймызды көрейік. Сау болыңыздар.